Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы көксерек әңгімесінің кейіпкерлері. Сабағымызға берілген оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасау тәсілдері тұрғысынан анықтау, көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Сабақ соңында күтілетін нәтиже көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасау тәсілдері тұрғысынан анықтайды. Көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айтады. Алдымен көксерек әңгімесі туралы қысқаша бейне материал көріп алсақ. Мұхтар Әуезовтің 1929 жылы жазылған көксерек әңгімесі адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін жаңа тынысты шығарма. Автор шағын көлемге мол мағына сыйдырған. Әңгімеде қасқыр, табиғат, адам мәселесі сөз болады. Жаратылыстағы адам мен табиғат теңдігінің қатынас дәрежесі көрсетіледі. Адамдар табиғаттың өз заңдылығына қарсы шығып, қасқырлар мекенін ойрандап, оның күшігін енесінен айырып ауыл тұтқын етті. Бірақ қасқыр есейген сайын бостандықты сағынады. Көксеректің үлкен иттерден, ауыл адамдарынан көрген жәбірі ішіне шемен болып қатып жалғыз Құрмаш қамқорлық жүректегі мұзды жібіте алмаған. Повесті Құрмаш өлімімен бітіруге болатын еді, бірақ өйткен күнде жазушы позициясы авторлық мұрат көмескі тартып кетер сөзсіз. Зұлымдыққа, озбырлыққа қарсы тұрар, оны жеңер күш бар деген сарынды Әуезов әдіптей түседі. Адам қолында өскен, бірақ адамға қиянат еткен, оның ет бауырын езіп жара салған көкжал, сол адам қолынан өлім табады. Образды ой, символдық ойға, әуенді сарын үлкен идея құласып, Сахара топырағындағы шындықта қанық бояу айқын колоритпен бейнелеген көксерек бір әдебиет шеңберінен биіктеп көтеріліп, әлемдік жауһарлар қатарына қосылған. Шығарма кейіпкерлері: Құрмаш көксеректі күшік кезінде ауылға келіп бағып қаққан. Көксерек күшік кезінде ауылға келінген. Көксерек ауыл иттерінен қорлық көреді. Иттер оны дос көрмейді, маңына жақындатпайды. Қасқырға шабатын батыл төбеттер оны талайды. Басқа иттер ырылдап үріп, кейде тап беріп, әр жерінен тістеп кетеді. Қасен Құрмаштың дұшпаны болып, көрген сайын мазақтап жүретін адам. Аққасқа Жұмаштың иті, көксеректің баққасы, онымен әрдайым күресіп, жарақат жасайтын ит. Бейсенбай жылқыша, қолында шошайған сойылы бар, астында қатып қалған ақ бедеуі бар жылқы бағып жүретін адам. Құрмаштың әжесі, Құрмашты қолдап отыратын адам. Соңында елді тегіс еңіретіп, көксеректі басынан қарғап тұрып тепкен. Жұмаш Құрмаштың ауылдасы, баққасы, үнемі Құрмашпен ұстасып жүретін бала. Кері байланыс тапсырмасы 8-ші тапсырма. Әңгіменің композициялық желісін сақтай отырып, кестені толтырыңдар. Кестеде әңгіме бөлімдері берілген, сол бөлімдерге байланысты оқиғалар баяндалады, және әңгімеден үзінді жазып, кейіпкерлерге мінездеме беріп, кері байланыс тапсырмасын орындаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.